Шаған жапырақты үйеңкі, америкалық үйеңкі, асер негундо, клен есенелистный, американский, сапиндовый жанұясының үйеңкі тұқымдас түріне жататын, тарихи отаны солтүстік Америка болып саналатын, жапырақтары түсіп отыратын ағаш. Тарихы отаны солтүстік Америка болып саналады. 17 ғасырда арнайы түрде Европада интродукцияланған. Ресейдің Санкт-Петербург, Москва қалаларында 1796 жылдан бастап өсіп келеді. 1920 жылдан бастап табиғи ортада өздігінен себіліп өсуі көзге түсе бастады. Сол уақыттан парк аймағынан шығып, аборигендік өсім жамылғысына еніп, кең таралған. Биологиялық әралуандылыққа қауіп-қатер тигізетін болып саналады. Оның басқа ағаштарға қарағанда көпияр үсті болып және тез өсу қабілеті арқылы құнды тұқымдастардың өнуіне үлкен кедергі келтіреді. Өзінің экологияға өте жылдам икемділігіне байланысты Еуразияның орман зоналарында ең агрессивті арамшөп паразит ағаштарының бірі болып саналады. Шаған ағашының жапырақтарына ұқсастығы болғасын, екеуін жиі түрде шатастырады. Ботаникалық сипаттамасы: биіктігі 21 метрге дейін жапырақтарын түсіретін ағаш түрі. Орташа биіктігі 12-15 метр, диаметрі 90 сантиметрге дейін, орташа диаметрі 30-60 сантиметр. Діңі қысқа, жиі түбі жағынан бірнеше ұзын, жайылған, көбінесе майысқан сабақтар болып, біркелкі емес бөлініп, секіртпелі ұшар басын қалыптастырады. Басқа ағаштардың арасында өскен кезде діңі әдетінше жоғары, тармақтанып бөлініп, биік, сиректі ұшар басын құрастырады. Қабығы жұқа, сұр немесе ашық қоңыр түсті, бүршіктері ақ және үлпілдек. Жапырақтары алмасқан жұп, қауырсынды күрделі жапырақтар. 3, 5, 7, сирек 9, 11, 13 жапырақ болып, әрбірінің ұзындығы 15-18 сантиметр болады. Жапырақтардың үсті жағы ашық жасыл болса, астыңғы жағы ақ күміс, бозғыл түсті болып жайылады. Жапырақ шеттері бұдырмақ ара тісті немесе қалақты, шаған ағашына ұқсас бөлінеді. Күзгі бояуы көбінесе сары түсті. Екі үйлі өсімдік, аталық-аналық гүлдері бөлек ағаштарында орналасқан. Аталық гүлдері жіңішке, саптарында салбыраған шоғырында орналасқан. Олардың тозаңдары қызғылтау түске боянған. Аналық гүлдестері сары жасыл түске боянып, шашақты гүл шоғыры болып жиналған. Мамыр мен маусымның басында шамамен 15 күн аралығында гүлдейді. Ұрық жемісі қанатша, 2 қанатшадан тұрады. Әр қайсысында бір тұқымы болады. Әр қанатшаның ұзындығы шамамен 4 сантиметр. Ұрық жемісі тамыз бен қазан айларының аралығында піседі, бірақ көктемге дейін ағаштан түспей тұрады. Таралуы табиғи ортада ақш пен Канаданың тоғай ормандары мен батпақтарда кең таралған. Интродукция ретінде 20 ғасырда Еуразияда кеңінен жайылған. Топырақ құнарлығын таңдамайтын, ластанған ауаға тұрақты, тез өсетін ағаш. Өздігінен өніп, бірінші қала ауылдардың бұзылған шет маңайларында, кейін ішкі табиғат қоғамына кіріп, арамшөп сияқты ұлғаяды. Көп өмір сүрмейді. Небәрі 80-100 жыл. Қысқы аязға өте төзімді. Ғалымдардың білуінше, жақсы жел болғанда үйеңкі тұқымдары вертолет тәріздес қанатшалары арқылы туған ағашынан 1 километрден көп жерге дейін таралады. Экологиялық қауіптілігі: жайылма ормандарда тал мен теректердің қайта жаңаруын толығымен тоқтатады. Аллелопатиялық қасиеті өте қатты. Бірақ бұл гипотеза ретінде зерттеулер кезінде
американдық үйеңкінің аборигендік өсімдіктерге топырақ арқылы әсер еткені расталмаған. Адамдарға зияны: аталық ағашының тозаңдары қатты аллерген болып табылады, және физиологтердің зерттеуі бойынша басқа өсімдіктер ауаны лас қоспалардан тазартса, қала ауылдарда өсетін америкалық үйеңкі автомобильдің пайдаланған газ заттарын одан көбірек қышқылдандырып, уландырып ауаға таратады.